Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңадан сойылған қойдың етінен әдемілеп, жұп-жұмсақ етіп, дәмі бал татитындай қуырдақ жасайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте керемет болып шығады қуырдақ. Ең алдымен осылай етімізді жақсылап әдемілеп бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Міне қабырғаларымыз және де мен осылай омыртқа осындай еттер қостым, және де қалауыңызға қарай тағы бөлек жүрегін, бүйрегін қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай осылай қабырға ұзын, сол себепті екіге бөліп осылай турап алатын боламыз. Еттің майлы жерінен де осылай майын ажыратып, ең бірінші майын қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған сұйық майдың үстіне майды салып әдемілеп қуырып алыңыздар. Сол кезде қуырдақтарыңыз керемет дәмді болады. Жаңадан сойылған қойдың еті болмаса да, үйіңізде бар етпен пісіре берсеңіз болады. Ал енді қызып тұрған қазанымызға осылай майымызды құйып, мен бір кесе өлшеп құйдым. Және де қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, астына описаниеге жазатын боламын. Осылай кішкене құйрық қостым. Міндетті түрде құйрықтан қосыңыздар, дәмі ерекше, әдемі, керемет дәм береді қуырдаққа. Осылай жақсылап араластырып отырып, әдемілеп қызартып қуырып алатын боламыз. Өте керемет бал қуырдақ болып шығады. Жақсылап қызартып қуырып алып, енді жаймен әдемілеп етімізді салатын боламыз. Осылай жақсылап салып, жай орташа отта, жай отта емес, орташа отта ақырындап етімізді араластырып отырып пісіретін боламыз. Орташа отта астын үстіне аударып, араластырып отырып пісіретін боласыздар. Және де осылай етіміз бұқтырылып пісіп жатқан уақытта пиязымызды да турап алатын боламыз. Етімізді суы тартылған соң 10-15 минут пісіріп алған соң пиязымызды салатын боламыз. Міне етіміздің суы шығып, әдемілеп өз сөлінде бұқтырылып жатыр. Және де айта кетейін, видеоға түспей қалыпты. Бір қасық, осы кезде ас қасықпен бір қасық тұз салатын боламыз. Бұл жаңадан сойылған қойдың еті болғандықтан бұның тұзы жоқ, тұздалмаған ет. Сондықтан тұз саласыздар. Бір ас қасық описаниеге жазып қоямын. Ал егер сіздер тұздалған етпен пісіретін болсаңыздар, онда тұз қоспай-ақ қойыңыздар. Себебі тұздалған еттің өзінің тұзы болады. Тұзы шығып кететін болады. Тағы тұз қоссаңыздар ащы болып кетеді. Пиязын да салып, жай отта 1,5-2 сағаттай бұқтырып пісіретін боламыз. Өз сөлінде майында бұқтырып алдым етімді. Жұп-жұмсақ әдемі болып шықты. Содан кейін қалауыңызға қарай 1,5-2 сағат етті жай отта пісіріп бұқтырып аласыздар. Қалауыңызға қарай осылай картошка қоссаңыздар болады. Біздің үйдегілер осылай картошканы жақсы көреді. Сол себепті біз 1 килограммдай картошка қостым мен. Міне осылай ірі-ірі етіп турап алыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Және де менің каналымда басқа да видео рецептілер түрлері бар. Описаниеде көрсеңіздер болады. Және де плейлист бар. Сол жерден де өзіңізге керекті тағам түрлерін көрсеңіздер болады. Табада пісірілетін балды торт бар, тез 1 сағат, жарты сағат көлемінде дайын болады. Ал енді осылай картошкамызды салып, жақсылап бәрі араластырып, суы тартылып аз болатын болса, майы да аздау болатын болса, кішкене су қосыңыздар. Мен кішкентай кесемен осылай 1 кесе су құйып, жай отта 30 минут бұқтырып алатын боламыз. Міне қуырдағымыз пісті. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, достар.